Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 89-шы сабақ. Құрылымы күрделі теңдеулер. Әдебиет. Бүгінгі сабақта сен көбейту мен бөлуге берілген құрылымы күрделі теңдеулерді шешуді үйренесің. Нөмірі 1-ші есеп. Есептеулерді орындасаң, балалардың қайсысы кітапханаға неше рет барғанын білетін боласың. Бірінші мұнда Алиян есептейік балалар. 18 көбейту 2, 36. Келесі сарыдағы, яғни 36-ны бөлеміз 12-ге тең 3-ге. Келесі бос орынға 3-ті қоямыз, 3 көбейту 20 тең 60-ға, яғни Алия 60 рет барған. Келесі Дәулет. 360-ты бөлеміз 6-ға тең 60, 60-ты бөлеміз 20-ға тең 3-ге, 3-ті 30-ға көбейтеміз тең 90-ға. Дәулет 90 рет барған. Келесі Марат. 360 бөлу 3 тең 120-ға, 120 бөлу 60 тең 2-ге, 2 көбейту 38 тең 76-ға. Марат 76 рет барған екен. Келесі Әсел. Әсел 280 бөлу 10 тең 28-ге, 28 бөлу 2 тең 14-ге, 14 көбейту 10 тең 140-ға. Әсел 140 рет барған екен. Нөмірі 2-ші есеп. Теңдеуді қалай шешуге болатынын түсіндір. Оң және сол жақ бағандардағы теңдеулерді салыстыр. Олардан қандай айырмашылық пен ұқсастықты байқауға болады. Бірінші бағанға қарайық балалар. X көбейту 30 тең 210 деп тұр. Бұл яғни балалар жай теңдеу. Мұнда X-ті табуымыз үшін 210-ды 30-ға бөледі екенбіз. Сонда балалар 210-ды 30-ға бөлетін болсақ, 7. X тең мұнда 7-ге. Келесі бағандағы теңдеуге назар аударайық. X көбейту 5 пен 6-ның көбейтіндісі тең 210-ға. Бұл теңдеуді бірден шешуге бола ма? Әрине болмайды, балалар, бірден шеше алмаймыз. Математикада оны ықшамдау қажет деп айтады. Яғни қарапайым түрге келтіру, оны қалай орындауға болады. Сен оған екі теңдеуді салыстыра отырып жауап бере аласың. Теңдеудің сол жағындағы көбейтіндіні табу қажеттігін түсінген шығарсың. Бұл балалар күрделі теңдеу екен. Күрделі теңдеуді біз алдымен жай теңдеуге айналдыруымыз керек екен. Яғни X көбейту 5 пен 6-ның көбейтіндісі тең 210 деп тұр. Сонда жақшаның ішіндегі 5 пен 6-ны көбейтетін болсақ 30. Содан кейін біз өзімізге таныс теңдеуді аламыз. Оны шешу оңай. Сонда балалар 5 пен 6-ны көбейтсек 30 шықты. Сонда X көбейту 30 тең 210 деген теңдеу шықты. Балалар, бұл яғни жай теңдеуге айналды. Мұндай теңдеулерді шешу үшін қосымша есептеулерді орындап, алдымен оларды ықшамдап алу қажет. Теңдеуді ықшамдау. Нөмірі 3-ші есеп. Теңдеулерді шеш. А нұсқасы X көбейту 25 пен 5-ның бөліндісі тең 350-ге. Мұнда балалар күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып аламыз. X көбейту 25-ті 5-ке бөлетін болсақ 5 тең 350. Мұнда X-ті табуымыз керек. X-ті табуым үшін 350 бөлу 5. 350-ді 5-ке бөлетін болсақ 70. X мұнда 70-ке тең. Енді X-тің орнына 70-ті қойып есепті жазамыз. 70 көбейту 25 бөлу 5 тең 350-ге. Екі жағы тең 350 тең 350. Келесі К қосу 120 бөлу 4 тең 150. Енді мұнда балалар 120-ны 4-ке бөліп аламыз 30. Сонда К қосу 30 тең 150. Мұнда К-ны табуым үшін 150-ден 30-ды азайтамыз 120. Мұнда К тең 120-ға. Енді К-ның орнына 120-ны қойып есепті жазамыз. 120 қосу 120 бөлу 4 тең 150-ге. Екі жағы тең 150 тең 150. Келесі 3-ші есептің ә нұсқасы 40 көбейту 3 бөлу X тең 6-ға. Мұнда 40-ты 3-ке көбейтетін болсақ 120, 120 бөлу X тең 6. Яғни күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып алдық. Мұнда X-ті табуымыз үшін 120-дан 6-ны бөлеміз. 20, X мұнда 20-ға тең. Енді X-тің орнына 20-ны қойып есепті жазамыз. 40 көбейту 3 бөлу 20 тең 6. 6 тең 6. Келесі 25 бөлу 5 көбейту X тең 450.
25-ті 5-ке бөліп аламыз, балалар. 5 көбейту x тең 450. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырдық. Мұнда x-ті табуымыз үшін 450-ден 5-ті бөлеміз, 90. X мұнда 90-ға тең. Енді x-тің орнына 90-ды қойып есепті жазамыз. 25 бөлі 5 көбейту 9 тең 450. 450 тең 450. Келесі, нөмірі 3-ші есептің b нұсқасы x бөлу 15 көбейту 2 тең 3-ке. Мұнда балалар күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырамыз. X бөлу 15-ті 2-ке көбейтетін болсақ 30 тең 3-ке. Мұнда x-ті табуымыз үшін 30-ды 3-ке көбейтеміз, 90. X тең 90-ға. Енді x-тің орнына 90-ды қойып есепті жазамыз. 90 бөлу 15 көбейту 2 тең 3. 3 тең 3. Келесі, с көбейту 50 мен 2-нің көбейтіндісі тең 500-ге. Мұнда күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырамыз. 50-ді 2-ке көбейтетін болсақ 100. С көбейту 100 тең 500. Мұнда с-ны табуымыз үшін 500-ден 100-ді бөлеміз, 5. С мұнда тең 5-ке. С-ның орнына 5-ті қойып есепті жазамыз. 5 көбейту 50 мен 2-нің көбейтіндісі тең 500. 500 тең 500-ге. Нөмірі 4-ші есеп А нұсқасы. Жауаптарын сандықтан тап. 12 көбейту 2 тең 24-ке. Мұнда балалар сандықта тұр екен, е? 600 бөлі 300 тең 2-ге. 140 бөлі 2 тең 7-ге. 12 көбейту 4 тең 48-ге. 48 бөлі 2 тең 24-ге. 7 көбейту 12 тең 84-ге. 350 бөлі 5 тең 70-ге. 600 бөлі 20 тең 30-ға. 48 бөлі 4 тең 12-ге. 4-ші есептің ә нұсқасы осындай 6 мысал құрастыр. 13 көбейту 2 тең 26-ға, 800 бөлі 400 тең 2-ге, 160 бөлі 20 тең 8-ге, 14 көбейту 2 тең 28-ге, 36 бөлі 2 тең 18-ге, 450 бөлі 9 тең 50-ге. Нөмірі 5-ші есеп. Сызба бойынша өрнек құр. Амалдардың орындалу ретін белгілеп, өрнектердің мәнін тап. Мұнда балалар бірінші амал 810-ды 9-ға бөлеміз тең 90-ға. Екінші амал 90-ды көбейтеміз 5-ке тең 450-ге. Үшінші амал 40-ды көбейтеміз 9-ға тең 360. Төртінші амал 450-ді қосамыз 360-қа тең 810. Мұнда балалар өрнек құрастыратын болсақ, 810 бөлі 9 көбейту 5 қосу 40 көбейту 9 тең 810. Нөмірі 6-шы есеп. Тапсырманы орындап, оны шығар. Қабырғалары 4 см және 3 см болатын тік төртбұрыш сал. Оның периметр мен ауданын тап. Мұнда балалар міне қабырғалар 4 және 3 см тік төртбұрыш сыздық. Мұнда А тең 4 см, Б тең 3 см. Периметр мен ауданын табуымыз керек. Ол үшін біз шешуінде периметрді табуымыз үшін 4 пен 3-ті қосамыз, оны 2-ке көбейтеміз, 14 см. Аудан табуымыз үшін 4-ті 3-ке көбейтеміз, 12 см квадратқа тең. Жауабы тік төртбұрыштың периметрі 14 см, ауданы 12 см квадратқа тең. Нөмірі 7-ші есеп. Бос орындарды толтыр. Мұнда балалар бос орындарды толтырдық. 325 қосу 365 тең 690-ға. Келесі 500 азайту 196 тең 304-ге. Келесі 254 қосу 376 тең 630-ға. 1000 азайту 699 тең 301-ге. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.